Жаз келсе болды, саяхатқа аттанып жаңа әсер алғың келеді. Таяу шығыс елдеріне барайын десем, қауіпті. Күншығыс еліне барайын десем, Жапонияның өзі біздің Шымкентке келіп қалды. Ал Европада дәл қазір ми қайнайтын ыстық болып тұр. Кейде тіпті Африкаға барып экзотикамен таныссам ба деймін. Бәрі қиялданып, ойланып келгенде түбі қаражатқа келіп тіреледі. Жалпы саяхаттау үшін осы жылы қанша қаражат керек және қай елге барған тиімді? Қазір анықтап көрейік. Мен негізі Түркияға, Стамбулға, Кашқа барғым келіп жүрген екеуміз. Қазірге біз 700-800 мың бөліп отырмыз қаражатымызға. Жинап отқан. Ол жете ма, жетпей ма әлі белгісіз. Анталия, Құдай қаласа. Бірақ білмеймін қанша екенін әлі. Күйеуім біледі. Сол 1 миллион жан-жақ шығар деп отыр, кем дегенде ол. Анталияға примерно 500 мың миллионның шамасында. Бірақ Қазақстанда да сол баға болып тұр ғой, примерно. Қазақстанда да қатты арзан емес. Алакөлге барғанда да. Ұлттық статистика бюросының 2025 жылдың қорытынды мәліметіне сүйенсек, шетелге әуе жолы арқылы шыққан отандастарымыздың топ 3 бағыт нақтыланған. Тізімнің ең жоғарғы сатысына дәстүрлі түрде Түркия орналасқан 765.159 адам. Одан кейінгі орынға 369.465 деген көрсеткішпен Біріккен Араб Әмірліктері жайғасқан. Ал үздік үштікті қорытындылаған Вьетнам еліне әуе кемесімен 272.058 отандасымызды танытты. Жазда арзан тур табу оңай емес, сол үшін демалысты алдын ала жоспарлаған дұрыс. Алайда кішігірім компания болса, 2 адам, 3 адамнан құралған болса, ол кезде горящий турлар шығады. Негізі бір күн, 2 күн алдына қараған кезде. Көбінесе оңтүстіктің адамдары, Шымкент халқы Ташкенттің аэропортынан ұшқан тиімдер келеді. Қазір Ташкенттен кез келген бағытқа ұшуға болады. Тіпті Америкаға дейін тікелей рейстер де бар. Соңғы 1-2 күн қалған кезде, егерде ұшақта орындар күйіп жатса, арзанға беруге дайын болады көбінесе. Енді биылғы фаворит бағыттар ол әрине Вьетнам болды, себебі Вьетнамға өте көп рейстер орнатылған болатын. Ол Air Astana, SCAT, Vietjet Air, сол үшін орындар өте көп болды. Бағалар өте қолайлы болып келеді. Адамдарда бірінші приоритетте болатын ол ауа райы емес, отпуск. Егерде өздің жұмысынан босатылып жатса, ақшалар дайын болса, адамдар саяхаттауға дайын. Ол жаңағы өте қатты ыстық, ол әрине далада күнімен жүрсе өте зиян тигізеді. Бірақ та Европа тіпті мәдени мемлекеттер, ол жақта музейде, ғимараттардың ішінде жүрген кезде ол ыстық қатты сезілмейді. Талғамға қарай таңдау да көп. Тіпті мәселе тек ақшада ғана емес. Соңғы жылдары ауа райы да құбылып тұр. Мысалы, дәл қазір Европадағы аномальды аптап ыстықтың түрі бөтен. Парижде термометр 45 градустан асып, туристер саялы жер іздеп сабылып жүр. Көбі судан шықпайды. Алайда мұндай жағдайларға аса мән бермейтіндер де бар. Саяхатшылар Европа мен Азиядан бас тартқан емес. Тәжірибелі мамандар қай бағытты таңдасаңыз да билетті ертерек алуды немесе тиімді бағыттарды алдын ала жоспарлауды ұсынады. Шетелге арзан саяхаттау үшін ең алдымен аптаның сенбі-жексенбі күндері емес, жұмыс күндері билет алған дұрыс. Себебі сіздерге сол күні выгодно түседі. Неге? Өйткені авиасейлстан мысалы қарайтын болсақ, авиасейлстан алатын болсаңыз, сіз авиасейлстан ішіндегі сайттарды қарауыңыз керек. Ішіндегі сайттардан алатын болсаңыз, сізге тиімді түседі. Ал авиасейлстан алатын болсаңыз, үстіне кішкене проценттер қосылуы да мүмкін. Көп адамдар, яғни ақшаны, яғни долларды теңгені долларға айырбастап, долларды мысалы лираға айырбастаған кезде, мысалы Түркия елінде көбіне оларда ұтылып қалып жатады. Неге? Өйткені аэропортта айырбастап кетеді, яғни асығыстық танытады. Сондықтан көбіне сол жақтағы базардан exchange базарларда exchange центрлар бар. Сол жақтан көбіне айырбастаған тиімдірек түседі. Шырайлы Шымқаланың туристік әлеуеті де жыл санап артып келеді. Қазіргі мегаполис тек отандық саяхатшылардың ғана емес, алыс жақын шетел қонақтарының да сүйікті мекеніне айналған. Қалаға келетін шетелдік туристердің көшін дәстүрлі түрде Ресей, Өзбекстан және Қытай бастап тұр. Сонымен қатар Шымкенттің тартымдылығы артқан сайын мұнда Жапония, Оңтүстік Корея және тіпті Австралия сияқты алыс мемлекеттерден келетін саяхатшылардың да қатары күн санап көбейіп келеді. Еуропадан келіп жатқан туристер өте көп. Олар көбінесе қаланы жаяу аралағанды жақсы көреді. Біз жалпы Шымкент қаласында ең алғашқы көрсететін нысандардың бірі бұл Шымқала тарихи мәдени кешені, цитадель деп айтамыз. Сонда барып жалпы қаланың толық тарихымен таныса алады. Шымкент қаласының тарихы ресми дәлелденген, ол 2200 жылдық тарихы бар. Жалпы сол Шымкент қаласының тарихы ежелгі Шымкент, орта ғасырдағы Шымкент, кеңес дәуіріндегі Шымкент және қазіргі Шымкент туралы толық мағлұматты алады. Арнайы, мысалы, съемочный группалар көп келеді. Ресейден, Әзербайжаннан, Турциядан, Өзбекстаннан
солар көбінесе осындай репортаж жасап, осындай жаңағы біздің туристік нысандардың барлығын видеоға түсіріп өздерінің көрермендеріне таратады. Осылармен біз әрдайым байланыста отырамыз. Солар көбінесе солай сұрап жатады. Бізге осы бір тағам қатты ұнады, осыны бізге салып жібере аласыздар ма? Сол кездегі дәмі әлі аузымнан кетпейді деген сияқты сондай жақсы бір пікірлерді айтады. Сонымен таңдау еркі өзіңізде. 5 жұлдызды қонақ үй ме, әлде жұлдызды аспан астындағы шатыр ма? Бастысы демалыстан кейін несие төлеп жүрмесеңіз болғаны. Есебін де денсаулығыңызға пайдасын да жіті қарағаныңыз абзал. Ақерке Берекешева, арнайы әділет телеарнасы үшін.